Бүгін екінші күннің сабағы бізде WorldSkills чемпионатындағы ә, рольдер, роли, аккредитованные роли чемпионата WorldSkills. Қазақша лауазымдар. WorldSkills чемпионатындағы лауазымдарды тұлғаларға тоқтасақ. Презентацияны қосайын. Презентация көрініп тұр ма сіздерге? Ең бірінші роль, ең бірінші лауазым ол біздегі қатысушылардың лауазымы. Қатысушылардың лауазымы деген түсінікте қатысушылардың рөлі мен міндеттері. Қатысушы деген 22 жасқа дейінгі қатысушылардың саны әр аймақтан WorldSkillsқа қатысатын республикалық чемпионатта бізде 20 аймақ қатысады. 17 облыс, 3 қала. Осы 20 аймақтан қатысатыннан әр аймақтан бір құзыреттілік бойынша бір адамнан. Биыл бізде 45 құзыреттілік өткізіледі. Сол кезде 45 құзыреттілік бойынша қатысуға мүмкіндік бар облыстан. Бірақ енді облыстар көбінесе өздеріндегі ең күшті, жақсы құзыреттіліктерін қатысады. Бір 20-30 құзыреттілік қатысуы мүмкін. Ол міндетті емес, бірақ әр аймақтан бірақ құзыреттілік бойынша құзыреттіліктен бір адам ғана қатыса алады. Екінші бізде командалық құзыреттіліктер бар. Мехатроника, робототехника. Екі құзыреттілікте бізде командалық жарыс болғаннан кейін ол жерде екі адамнан қатысады. Қалған құзыреттіліктердің барлығы бойынша бір адамнан, мехатроника мен робототехникадан екі адамнан қатысады. Енді қалған тағы да құзыреттіліктер мүмкін бар шығар, бірақ енді бұрын осы екі құзыреттілік болатын. Қазір енді 45 құзыреттіліктің ішіне мүмкін тағы да екі адам қатысатын құзыреттіліктер қосып жатқан болатын шығар, білмеймін. Біздікі Бұрын, сондай. Бәке, аға, біз локомотив мамандығы сондай, помощник және машинист деген болады да, поезд екі адам басқарады ғой. иә, сол айттым, бұрын локомотив деген болмады ғой, мен просто сол үшін білмей тұрмын да толық. Бұрынғы чемпионатта осы робототехника мен мехатроника болатын. Осы екеуінен екі адам қатысатын. Қалғандарында бір адам болады. Енді биыл талап бізде санын көбейтті ғой, 45 құзыреттілік болды биыл. Соның ішінде сіздердікі мысалы екі адам қатыса, тағы да сондайлар болуы мүмкін. Әр аймақтан сол кезде бір команда или бір қатысушыдан ғой. Жас ерекшеліктері. Негізгі зат қатысушыға қойылатын талап, ол оның жас ерекшелігі. 22 жастан аспауы керек қатысушының. Ол мейлі 16-17-те болуы мүмкін, кәмелет жасына толмаған болса да болады балалар. 16-17 жастағы балаларға қатысуға бола береді. А вот уже 22 жасқа толған балаларға қатысуға болмайды. Яғни ол қалай 22 жасқа толған және 22 жастан аспауы деген. Күнтізбелік жыл деген сөз бар, календарный год. Календарный годта ол 22-ке толмаған болу керек. Мүмкін жарыс сентябрьда болып жатыр. Ол баланың туған күні декабрьде. Декабрьде ғана толады ол 22-ге. Сентябрьда оның жасы 21-де. Ол қатысуға мүмкіндік жоқ ол балада. Себебі ол күнтізбелік жыл бойынша 22-ге толған болып есептелінеді. Яғни 21 жастағы баланы ғана қатыстыруға болады ғой. 22-ге толатын баланы қатыстыруға болмайды. Және де оны доказательство ретінде куәландыратын куәлігі болу керек енді. Ол баланың сіздерден сұратуы мүмкін. Главный эксперттер балалардың куәлігін сұратуы мүмкін,
және де 0,75 справкаларын сұратуы мүмкін. Себебі қазір Қазақстанның заңы бойынша үлкен ірі чемпионат жарыстарға справка 0,75 қажет. Ашық чемпионаттарға, ашық жарыстарға қатысу үшін сондай медициналық справка керек, және де өзінің жасын куәландыратын удостоверение керек. Келесі, байқауға қатысушылар чемпионатқа тек бір құзыреттілік бойынша қатыса алады. Республикалық чемпионатқа әрбір конкурс екі жарыстан артық қатысуға болмайды. Егер ол бір құзыреттілікте 2023 жылы қатысып, уже үшінші орын алды ма, ол бала қайтып қатысуға болмайды жарысқа. А егер ол медальон алса, оған қатысуға болады. Бірақ екі реттен артық болмайды. Бір рет ол мысалы екі ретте веб-технологияға барды, екі рет. Үшінші рет баруға болмайды. Мейлі ол орын алса да, мейлі орын алмаса да. Екі рет қатысады, үшінші рет қатысуға достық жоқ. Түсінікті ғой, иә? Егер үшінші рет қатысып байқамай бара жатқан кісілер, ол олай болмайды. Екі ақ рет қатысуға болады. Келесі, адалдық және ашықтық және әділдік. Енді балаларға сондай талап қойылады, қатысушыларға. Олар чемпионатқа қатысушылар кезінде адалдықты, әділдікті және ашықтықты күтуге құқылы. Оларға, яғни, балалардың құқықтары тапталмау керек, қатысушылардың. Мысалы, жарты бала новый компьютермен, жарты бала старый компьютермен жұмыс істеуге болмайды. Егер компьютерлардың барлығына бәріне бірдей болу керек, бір құзыреттілік бойынша. Мысалы, веб-технология құзыреттілігі 15 балада бір компьютер, 5 балада басқа компьютер. Олай болмайды. Сол үшін барлығына бірдей жағдай жасалу керек. Конкурстық тапсырма туралы бірдей ақпарат бір мезгілде берілу керек. Кейбір балаларға ерте беріліп, кейбір балаларға кеш берілуге болмайды. Уақытында егер тапсырма бір ай бұрын берілсе, онда бір ай бұрын барлық қатысушыларға жеткізілу керек тапсырма. Егер тапсырма сол уақытта задание сол күні ашылатын болса, онда бір бала мысалы ертерек қайтып кетті, біз тапсырманы қазір ашатын болдық деуге де болмайды. Барлық балалар тапсырма бірдей ашылу керек. Бағалау критерийлері барлық қатысушылар үшін бірдей. Ол түсінікті. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық тапсырмаларды аяқтауын қамтамасыз ету. Қатысушыларға кедергі келтіретін немесе көмектесетін заңды тұлғаларды араласуына болмайды. Түсінікті, иә? Мысалы, сырттан бір адамдар келіп көмектесуге, өзінің эксперті барып, өз баласына көмектесуге болмайды. Жарыс басталған уақытта қатысушыларға ешкімнің көмектесуіне жол жоқ. Чемпионаттағы аккредиттелген тұлғалар тұрақты сәйкестікті қамтамасыз етеді, жоғарыда көрсетілген адалдық және әділдік және ашықтық принциптерін сақтауға міндетті. Жақсы. Бастай беріңізші. Жақсы. Келесі, чемпионат кезінде конкурсқа қатысушылар конкурстық тапсырма туралы толық ақпарат алуы тиіс. Атап айтқанда бағалау критерийі бағанағы, көмекші материалдардың, тулбокстар туралы ақпаратты уақытында алу керек. Тулбокста жоқ затты, сіздер неғылған заттарды алып келмегенсіздер деп сіздерден главный эксперттер айтуға болмайды. Сіздерде мысалы тулбокста жоқ, степлер жоқ, тулбокста алып келу керек деген зат жоқ. Бірақ жарыс кезінде сіздерде степлер қайда, анау қайда деп баланың дайындығына әсер етпеу керек. Егер ол тулбокста жоқ болса ол зат, онда сіздер оны алып келмеуге құқылысыз. Сіздерден неғып мынаны алып келмедің деп сіздерден дау шығаруға болмайды. Наоборот, сіздер неғып оны ертерек тулбоксқа кіргізбедіңіз деп айтсаңыздар болады. Хорошо? Ол степлер ол кез келген басқа затқа да байланысты. Ережелерді сақтау кезінде туындайтын шараларды қоса алғанда, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, балалардың мысалы жұмысқа беріліп кетіп, бетіндегі мысалы шлемін шешіп тастап, болгаркамен жұмыс жасауға болмайды мысалы. Балалар мысалы көріп тұрсыздар ма, техника қауіпсіздігін бұзып жатқанын сразу тоқтатып, техника қауіпсіздігін бұзбауын талап ету керек. Себебі ол техника қауіпсіздігін бұзса, балалар өздеріне зиян келтіруі мүмкін.
ол түсінікті ғой. Аяқтарында мысалы спец обувь болу керек. Спец обувь құлап қалып, мысалы аяқтарына жарақат келтіруі мүмкін. Сондай болмау үшін оларға алдын ала ә, техника қауіпсіздігін айтылу керек. Чемпионат ережелері мен этика, мінез құлық кодексін бұзу нәтижесінде оларға ескерту керек. Не жасауға болатын, не жасауға болмайтын. Жарыс басталды, олар жарыс кезінде бір заттарды, мысалы ережені бұзды. Мен білмедім, мен ережені ондай екен білмедім деп айтуға болмайды. Түсінікті ғой. Заңды білмегені жауапкершіліктен адамды құтқармайды. Сол үшін ережені білмедім, мен басқа қатысушымен сөйлесуге болмайтын білмедім деп өздеріне құтылуға болмайды. Оны сіздер алдын ала айту керексіздер. Басқа қатысушымен сөйлеспейсіз. Жарыс уақытында тек қана өзіңнің жұмысыңды жасайсың. Басқаларға кедергі жасамайсың, және де басқалардан көмек сұрамайсың деп айту керек. Чемпионат кезінде байқауға қатысушыларға төмендегілер туралы хабарландырылу керек. Қауіпсіздік ережелері, техникалық құрал жабдықтарды қалай қолдану керек. Чемпионат басталар алдында сарапшылар техникалық сипаттамаға сәйкес көрсетілмеген материалдарды, құралдарды, жабдықтарды тексереді. Тулбокстарды күнделікті тексеру. Жұмыс орындарымен танысу. Бір күн бұрын, чемпионат жарыс басталғанға бір күн бұрын қатысушылар площадкаға келіп, өздерінің жұмыс орындарымен танысу керек. Себебі балалар жарыс кезінде оларда бір сұрақтар туындауы мүмкін. Неге мынау жұмыс жасамайды, неге мынау жоқ, неге мынау жоқ деп өздері заттарын айтуы мүмкін. Сол кезде ондай болмау үшін оларға алдын ала ескертілу керек. Жұмыс орындарын беру. Жұмыс орындарды конкурстар арасында бас сарапшы немесе оның орынбасары жеребьевка жасалады. Сен мына орынға, сен мына орынға деп адам таңдамайды, олар жеребьевкадан өтеді. Ол түсінікті, иә? Жұмыстар бір балаға алдын ала дайындалуға болмайды. Барлық жұмыстар бірдей, бәріне бірдей жеребьевка жасалады. Жеребьевка бойынша олар уже жарысқа қатысып отыратын орындарын сол бойынша отырады. Жеке деректер мен тілдік ерекшеліктер. Енді кімге, бізде ондай болмайтын шығар, бірақ енді кімге мүлдем мысалы тіл түсінбейді. Бізде енді қазақша, орысша ғой чемпионаттың өткізу тілі. Бірақ тапсырмалардың көбісі орысша дайындалады. Критерий оцениваниямыз орысша. Енді көп балалар оны қазақша, қазақ балалар оны орысша түсінеді. Мынау бұл зат көбінесе шетелдік балалар болады ғой. Шетелдік чемпионаттарға қатысқан кезде переводчик қастарына алып жүруге болады деген зат қой. Тілдік ерекшеліктер. Чемпионат барысында жұмысты бастау және аяқтау. Байқауға қатысушылар бас сарапшы жұмысты бастау туралы бұйрық бергенше күту керек. Барлығы бірдей басталу керек. Түсінікті, иә ол? Рұқсатсыз ерте бастап кетуге болмайды. Чемпионат аяқталғанға дейін 30 минут, 15 минут және 5 минут туралы хабарландыру айтылады. Әр қатысушы жұмысын уақытында тамамдап біту үшін оларға көрсетеді. 30 минут қалды деп өздеріне олардың назарын аударып тұрып айтқызады. Телефондарын, басқа құрал жабдықтар бәрін жинап алады. Ауырып қалып немесе жазатайым жағдайлар болған кезде. Енді ол адам болғаннан кейін ауырып қалуы мүмкін, бас ауруы мүмкін, мұрнынан қан ағуы мүмкін. Сондай жағдайлар болған кезде, егер өзінің эксперті қасына жақындап көмектесуге болмайды. Қазір 1 минут. Онда тим лидер ғана көмектеседі. Өзінің экспертімен тим лидерге хабар беріледі, және де өзінің эксперті қасында отырып баласына көмектесіп
болмайды. Негізі тим лидер қасында көмектесіп отыруға болады. Ал өзінің эксперті, себебі кейбір кездері балалар өтірік ауырып, мен экспертім қасыма келсінші деп экспертмен сөйлесіп алуы мүмкін. Сондай жағдай болмау үшін тим лидер шақырады. Тим лидер келіп қасында отырып көмектесіп, мысалы давлениесінің дәрісін беріп, температураның дәрісін беріп, кішкене қасында қолдау көрсетеді. Тим лидер деген адам. Денсаулық сақтау және қауіпсіздік қоршаған орта. Иә, кім техникалық қауіпсіздікті сақтамайды, денсаулыққа зиян келтіретін жұмыстар жасайтын болса, олардан ұпай шешіп алуы мүмкін. Түсінікті. Бұл бізде қатысушы. Бұны сіздер өздеріңіз ережеден де қарап оқи аласыздар. Бұл просто енді презентация түрінде жасалған ғой. Келесі бізде кім екен? Келесі бізде құзыреттілікті басқару тобының рөлі мен жауапкершіліктері. Бізде қатысушы бар, жаттап отырсыздар ғой. Одан кейін, алло. Бізде құзыреттілікті басқару тобы бар. Құзыреттілікті басқару тобына 4 адам кіреді. Кімдер деп ойлайсыздар? Ол главный эксперт, зам главный эксперт, алаң менеджері және де қазылар алқасының төрағасы. 4 адам. Олар жарысқа қатыспайды. Олар жарыстың ұйымдастырушылары. Қатысушылар, сарапшылар, олар жарысса өзара бір-бірімен. Ал мына 4 адам, олар жарыстың ұйымдастырушылары, организаторы. Түсінікті ғой? Алаң менеджері, қазылар алқасы, бас сарапшы және бас сарапшының орынбасары. Осы 4 адам құзыреттілікті басқару тобына жатады. Ол не деген сөз? Құзыреттілік басқару тобы осы жарысты бір жеті бойы жарыстың дұрыс өтуіне жауап береді. Олар өздерінің жұмыстарын 1 ай, 2 ай бұрын бастайды. Тапсырмаларын ойлап табады. Критерий оцениванияларын толық жасап шығады. Осының барлығын олар алдын ала жасап ұйымдастырады. Бірінші, алаң менеджері деген кім? Алаң менеджері деген өзінің жеке беті бар шығар. Алаң менеджері бұл чемпионат алаңын қажетті жабдықтармен, шығын материалдармен қамтамасыз етуге жауапты адам. Ол көбінесе талап ұйымының адамы. Науа талап бар ғой, соның адамы. Олар бізге материалдар, компьютерлардың барлығына жетуі, принтердің жұмыс жасауы, проектордың болуы, тамақ уақытында обед алып келуі, су бойлердің келуі, чай пайдың барлығын келуі, осы алаң менеджері жауап береді. Ол бірінші адам. Бас сарапшы екінші. Бас сарапшы дегеніміз ол бізде енді түсінікті. Чемпионатты ұйымдастыруға жауапты адам. Оның негізгі міндеттері чемпионатқа конкурстық тапсырмаларды әзірлейді. Сарапшылардың құзыреттілік форумының жұмысын қамтамасыз етеді. WhatsApp группа ашады, Telegram группа ашады. Тағы да осы группалармен жұмыс жасайды. Ол оның функционалдық қызметіне жатады. Алаңды орнату. Чемпионат басталғанға дейін компьютерларға компьютерларды қойып, орындықтарды қойып, интернетін тартысып, соның барлығына бас сарапшы сол жерде жүріп көмектесу керек.
келесі материалдарды орнату. Енді тапсырмаларды қоюы, кірпіштердің дұрыс дұрыс қоюы, соның барлығы осы бас сарапшы ұйымдастырады. Алаң қауіпсіздігі. Бағана айттым ғой, техника безопасностьтің барлығын жасау керек. Бір балалар мысалы каскасыз жарыс тапсырмасын жасап кетуге рұқсат бермеу керек. Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, тапсырманы балалар мысалы кешкісін жасайтындай болып қалмау керек қой. Егер мысалы тапсырма 6-ға дейін ба, 6-тан кейін балаларды қалдыруға болмайды. Олар уже демалу керек. Егер қатысушылар 8 сағаттан артық жұмыста жүрсе, оларға уже денсаулықтарына, жалпы еңбекті қорғауға қарсы. Хорошо? Сол үшін оларды уақытында ә, балаларды үйлеріне қайтару керек. Көп жұмыс жасамауларын қадағалау керек. Жарыс алаңында жалпы ұқыптылық пен тазалық. Құзыреттілік бойынша сарапшылар үшін тест өткізу. Тестирование деген бар. Қатысушылар чемпионатқа келді, сразу барлығы оцениванияға өтіп кетпейді, олар тестированиядан өтеді. Себебі тек қана құзыреттілігі, білімі жететін мамандар ғана оцениванияны жасау керек. Бас сарапшының чемпионатқа өзі қатысушысы болмайды. Яғни бас сарапшыда және бас сарапшының орынбасарында қатысушы деген болмайды. Олар участник болмайды оларды. Олар нейтральный адамдар. Чемпионат аяқталғаннан кейін бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары материалдар мен жабдықтарды алаң менеджеріне беру рәсімін жүргізеді. Енді площадканы жинап кетеді деген сөз ғой. Площадканы жинап кетеді және главный экспертті жылда главный экспертті новыйдан избирать етесіздер. Главный экспертке үміткер болатын адам 2 рет чемпионатқа қатысқан, сол құзыреттілік бойынша толық білімі жетеді және өзін өзі ұсына алады. Сіздер мысалы, мен біреуді ұсынбаймын, мен өзімді ұсынамын. Мен осындай адаммын, мен өзімді осы главный эксперттікке ұсынамын. Сөйтіп, мысалы, 5 адам өзі ұсынады, 5 адамға голосование болады. Сол голосованияда жақсы, жарыс алаңына жалпы ұқыптылық. Түсінікті. Бас сарапшының орынбасары тура осы бас сарапшыға көмектеседі. Орынбасары мен бас сарапшы екеуі бір функциональный обязанность. Екеуі бір-біріне көмектеседі, бір-біріне бірдей жұмысқа жауапты. Тоже өз жұмыс қатысушысы болмайды. Қазылар алқасының төрағасы деген адам бар. Қазылар алқасының төрағасы. Қазылар алқасының төрағасы деген қандай адам? Ол адам осы чемпионат кезінде жарыстың дұрыс өтуі, жарыста конфликтный ситуация болмауы, главный эксперт пен басқа эксперттердің арасында әділдік болуы. Соның барлығына осы адам жауапты. Қазылар алқасының төрағасы. Председатель жюри деп айтылады. Главный экспертті избираниясына жауапты. Центральный избирательный комиссия сияқты олар. Дұрыс болып жатыр ма, дұрыс оценка жасалып жатыр ма? Соның барлығына сол кісі жауапты болады. Түсіндірдім бұны? Эксперт. Қарапайым эксперттерге тоқталайық. Біз уже 5 адамды қарастырып тастадық. Қатысушы, главный эксперт, зам главный эксперт, алаң менеджері, қазылар алқасының төрағасы. Енді 6-шы адам. 6-шы адам бізде сарапшылардың міндеттері мен рөлі мен міндеттері. Сарапшы дегеніміз ол сіздер, яғни чемпионатқа қатысатын сарапшы компатриоттар, эксперттер. Сіздерде бір қатысушыдан артық қатысушы болмау керек. Бір эксперт, бір қатысушы. Яғни бір эксперт 2-3 қатысушы апаруына болмайды. Бір эксперт, бір қатысушы. Бір мекеме, бір болмаса. Сарапшылар адал және шыншыл болу керек. Өзінің баласына көмектескісі келіп, бір заңдарды бұзуға болмайды. Түсінікті бұл жарыс, түсінікті бұл әр қайсысы өз баласын ұтқанын қалайды. Бірақ сарапшылардың сабақ бітті ме дейді.
Сарапшылар, яғни олар балаларды дайындауға мүмкін жарыс басталғанға дейін, осы 3 күн жарыс болғанға дейін олар балаларын дайындайды, оларға көмегін көрсетеді. Бірақ 3 күн жарыс басталған кезде олар сарапшы ролынан уже оцениванияға өтеді. Жюри болады, яғни анау Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Шымкент, Қызылордадан келген, әр құзыреттіліктен, әр облыстан келген сарапшылар жарысқа келген күннен бастап, яғни осы 3 күн жарыс күні болғаннан бастап, олар оцениванияға жауапты. Өз баласына көмектесемін деген осы екен деп заңды бұзуға болмайды. Уже көмектесетін уақыт өтті. Олар тек қана оцениванияға жауапты болу керек. Команда болса ше қатысушылар бір сарапшы болатын. Иә, бағана Локомотив, басқа да эксперт айтты ғой. Мехатроника, робототехника, ол жақта 2 қатысушыда. Бірақ бір бірақ эксперттен болады. Бұл түсінікті ғой. 2 қатысушы, бір эксперт. Келесі. Орскилс Қазақстан қозғалысының ұлттық операторының сертификаты. Яғни сіздер курсқа қатысып сертификат алып жатсыздар ғой. Соның барлығы осы курстың чемпионатқа қатысу үшін керек сіздерге. Чемпионат ережелері, техникалық сипаттаманы және чемпионаттың басқа да ресми құжаттамасын білу. Сіздерге жүрген құжаттамалардың барлығын білу керексіздер, сіздер алдын ала. Сарапшы болып тіркелу. 1 ай бұрын сарапшыларды уже өзгертуге болмайды. 1 айға дейін сіздер заявкалар қабылданды. Сіздер уже чемпионатқа тіркелдіңіздер. Еңбекті қорғау. Сіздер өздеріңіз де жауаптысыздар, балаларыңыз да жауапты. Еңбекті қорғау, қауіпсіздікті сақтау деген сияқты заттарға. Құзыреттілік бойынша тесттен өту. Егер оцениванияға қатысқыларыңыз келсе, сіздер өздеріңіздің білімдеріңізді дәлелдейтін тесттен өтулеріңіз керек. Құзыреттілік бойынша тестті тапсырманы өзгерту бойынша ұсыныс дайындау. 30% тапсырманы өзгертуге болады. Ол не деген сөз? Главный эксперт тапсырманы жасап шығады толық. Жарыс басталғанға дейін 2 күн бұрын сіздер жиналасыздар ғой. Сіздер ол жаққа жиналып бір-біріңізге танысу үшін ғана жиналмайсыздар. Сіздер ол жаққа өз ұсыныстарыңызды айту үшін жиналасыздар. Тапсырманың өзгертетін жерлері болса өзгертіп, болмаса өзгертпей қалдырамын деп өз ұсыныстарыңызды айту керексіздер. Голосование өткізу керексіздер. Ол эксперттердің құзыреттілігінде тапсырманы өзгерту, өз сол қалпында қалдыру деген сияқты заттар. Тиісті пікірталас. Солғы пікірталас деген экспертное сообщество өзара айтады. Мына заданияның мына жерінде кішкене қате болып тұрған сияқты. Давайте мынаны өзгертейік деп. Тапсырмадағы мына жерде өзгертейік деп тапсырмаға сіздер өзгеріс енгізуге құқылысыздар. Келесі. Құзыреттілікті басқару тобының ең тиімді және ең оң жолмен көмектесу. Чемпионат басталар алдында қажет болған жағдайда бас сарапшыға және бас сарапшының орынбасарына конкурстық тапсырманы аяқтауға көмектесу. Күнделікті жарыс алаңында болу, кешікпеу, 30% өзгеріс жасау, бағалауға қатысты сарапшыларды әділ бағалау. Егер сіздер оцениванияға өтсеңіздер, честный оценивание жасау керек. Егер әділетсіздік байқалса, сіздерді оцениваниядан шығарып тастайды. Барлық конкурстардың еңбекті қорғау қауіпсіздігіне қарау. Ол түсінікті, иә? Қатысушылардың рөлдері. Енді бізде аудармашы деген құзыреттілік, аудармашы деген лауазым жоқ. Аудармашы бізде болмайды, себебі қазақша орысшаға аударудың қажеті жоқ. Көбісі орысша тапсырманы орындай береді біздің балалар. Ол халықаралық чемпионаттар болған кезде аудармашы қажет болады. Түсінікті ғой. Қатысушы, главный эксперт, зам главный эксперт, алаң менеджері, төраға, сарапшы, компатриот, тим лидер бар. Бағана тим лидерді қысқаша айтып кеттім, иә? Тим лидер деген әр облыстан келетін сол балаларға жауапты адам. Себебі сарапшылар, олар жарысқа келген кезде уже уайымдамау керек. Баласы дайындықта не істеп жатыр, баласы үйге қайтты ма, қайтпады ма, қатысушылары
ауырып қалды ма ауырмады ма деп оны тим лидер ұйымдастыру керек. Әр облыстан бір екі тим лидердан келеді. Олар балалардың психологиялық, физикалық, моральдық дайындықтарына жауап береді. Түсінікті ғой? Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Осы 7 адам бізде чемпионатқа қатысатын адамдар, лауазымдар. Тим лидер да осы WorldSkills'та жүреді. Қатысушылар да қатысып жүреді. Осы балалардың, адамдардың барлығы. Қалғандардың барлығы обзервер, визитор деп айтады. Қалғандары көрермендер. Әр облыстың қонақтары, олар площадкаға кіруге мүмкіндіктері жоқ. Олар только көрермен ретінде келіп көріп кетеді. Олар балаларға көмектесуге болмайды. Егер көрермендер келіп бір баланың қасына тұрып алып көмектесіп тұрса, оны басқа эксперттер көрсе, ол уже балын снимать етуі мүмкін. Сол үшін балаларға ондай алдын ала ескерту керек. Сөйлесуге болмайды деп. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Бүгін бізде осы рольдарды өту керек болдық. Рольдарды сіздерге түсіндіріп өттім. Ертең сіздермен критерий оцениванияны өтеміз. Бәке, кешіріңіз, осы слайдта осы айтқаныңыздың бәрі толық жазылған ғой, Иә, бұл ережеде де айтылған. И мына презентацияларды сіздерге жіберіп қояйын. Құзыреттілікті басқару тобы, қатысушы, сарапшы. И мына группамызға салдым. Бәрін жібере берсеңізші бәке. Қазір оқи алмасақ та, ертең босаған кезімізде оқимыз. Иә, кешегі отчеттарыңызды естеріңіздер ғой. Мен группаға жіберіп жатырмын. Отчеттарыңызды жұмаға дейін жіберіңіздер. Әлі ешкім даже бастамады ғой деп сұрақтары да туындамады. Ішінде бір-екі сұрақ болады. Өйткені перевод дұрыс емес жасалған. ТМД деген зат болады. Анкетаның ішінде. ТМД деген CIS. CIS-ті ТМД деп аударып тастаған ғой. Көрдіңіздер ма? Сондай ағылшыншадан қазақшаға аударылған кезде перевод сөйтіп жоғалып кетіп тұр. Потом аспаз деген бір сөз бар. Мен оны соны түземедім, анкетада кетіп қалды. Сол аспаз деген, ол бізде анкетаның ішінде аспаз деген бір қате. Аспаз деген кім деп тұрады. Аспаз деген ол бізде кук деген сөзден аударылған. Кук деген комитет, осы төраға, қазылар алқасының төрағасы деген осы аспаз деп аударылып кеткен ғой. Ағылшыншадан орысшаға аударған, орысшадан қазақша аударған. Аспаз бізде повар болып кетті ғой онда. Иә, ол бізде повар деген сөз шыққан ғой, бірақ негізі к, ағылшынша COOK деген сөз ғой, кук деп тұрады. Не ғой, бәке, бағдарламасын ол бөлек шығар оның оқуға. Жоқ, осының ішінде оқып тастаймыз. Ертең установочный жіберемін сіздерге. CIS, иә, CIS-тің установочныйын жіберемін. Сіздер бір ноутбук қастарыңызға дайындап қойыңыздар. Соған установка жасайсыздар. Уже айтишник емес, өздеріңіз жасап үйренесіздер ғой. Қашанға айтишник жасап береді, айтишник деп жатырсыздар. Өздеріңіз жеп жеңіл ол. Кәдімгі установить программу дейсіздер, болды, өзі орнатып шығады ғой. CIS-тің ішіне уже эксперттерді қосасыздар. Эксперттерді, қатысушыларды қосасыздар, тапсырмаларды жүктейсіздер. Бәке, менде бір сұрақ бар еді. Аха, сұрай беріңіз. Жаңағы тіл мәселесі бойынша. Аха. Жаңа қазақша, орысша дедіңіз ғой. Менде просто ең бірінші осыдан 3 жыл бұрын барғам мен республиканскийға. Сонда енді мен өзім ауылдық жерден болам да, мендегі апарған жаңағы қатысушым орысшаны да білмейді, ауылдың баласы ол айтқанда. И сол моментте мен переводчик сұрағантым, анау енді менікі анау жеңіл автокөлігіне техникалық қызмет көрсету құзыреттілігі ғой. Аха. Сонда мысалы машинаға диагностика анау мынау жасағанда планшеттегі жазуларды оқи алмайды, түсіне алмайды, сондай момент болған менде. Сосын өзіміз эксперттар көмектесеміз деді. Я оны главное, егер ол көрдіңіз ба, ол неде жазылып. Өзіміз жаңағы іштегі эксперттармен ақылдасып солай шештік. Бірақ одан кейін тағы бір мәселе, бізде жаңа өзі
бір компетенция бойынша 5 модуль болса, 5 модульдің қазіргі таңда 2-і ағылшынша болып тұр. Ода еще ешқандай переводчик болмайды дейді да. Мысалы Болмайды, кеше ағылшынша обязан, ағылшынша білу міндетті. сол жағы қалай болады, соны сұрайын дегенім ғой сол. Алхамдулилля. Ағылшынша білу міндетті балаларға. WorldSkills'қа қатысудың бірден бір талабының бірі 2 тапсырма ағылшынша болады. 2-3 тапсырма ағылшынша болады. Ол требование сондай. Қазір. Ағылшын түгілі өзінің тілін әрең сөйлеп жүрген балдар ғой бізде колледждегілер. Орысшаны да әрең сөйлейді. Оңтүстіктеміз ғой біз. Жоқ, жаңағы менде болды да сондай, енді ауылдың баласы болғаннан кейін орысша да білмейді, ол бала ағылшынша вообще білмейді. Сосын жаңағындай ситуацияға түсіп қалдым да, Енді сосын бұл не обсуждается дейді ғой, келіскен болатын. бұл не жалпы обсуждается, ереже бойынша ағылшынша бұл білу жағы керек қалай балалар. Тапсырманы Аха. орындаса, уже WorldSkills'қа қатыса ма, WorldSkills'тың бір шарты балалар ағылшынша білу керек дейді. Ол уже осы Қазақстан бойынша орнатып тастаған тәртіп. Сол үшін біз енді мына балам жақсы, бірақ ағылшынша білмейді деген сияқты емес, уже ағылшынша білетін балаларды үйретеді ғой, уже ағылшынша үйрету керек. Дұрыс емес қой ол бәке. Мысалы қыш қалаушы да, ол қыш қалайтын адам өмір бақи ағылшын тілі керек жоқ қой оған. Қышты жақсы қаласа болды. Жоқ, ол Мысалға- сөйлемейді ғой. Ол жақта ол коммуникация жоқ. Ол жерде тек қана мына тапсырманы түсінсе болды. Сантиметр, миллиметр деген заттарды түсінеді ғой. Типа стена, вол деп тұрады. Көрдіңіз ба? Бәке, көрдіңіз ба? Біздің құзыреттілікте де солай ғой. Машина жөндеген уақытта ана терминдарды ғана ағылшынша жарайды, терминдарды біледі, бірақ беріліп тұрған тапсырманы ағылшынша оқи алмайды да, сол ғой біздегі мәселе. Өзім А ол баланы сол үшін ағылшынша оқыту тем более қиынға соғады да негізі. Енді ол, короче, WorldSkills'ның тәртібі ағылшынша енгізіңдер дейді тапсырма. Енді бұл негізі бүкіл құзыреттіліктің басында бар проблема деп ойлаймын негізі. Жоқ, уже мына біреу IT құзыреттіліктер уже ағылшынша судай. Көбісі уже ағылшынша судай болған. Сөйлемесе де уже тапсырманы түсініп тұрады ғой. Мына бір термин сөздер ғой ол. Стена деген сияқты. Например, потолок деп сөйтіп жазады ғой. Красный, синий деп. Соны түсінеді уже көбісі. Просто ол, видите, заман талабына қарсы шыққан сияқты боласыз ғой. Мен балам негізі мықты біледі, бірақ ағылшынша білмейді деген сияқты. Короче, балада ағылшыншасын да түсіну керек. И жасай да білу керек қой. Жақсы түсінікті. Біздегі мәселе сол ғой. Жұмысын істейді, бірақ тіл ғана білмейді сол. Ал мына орысша түсіну сұрағы, ол видите, енді тоже енді политикалық зат та ол. Түгел қазақша қойып тастасақ, аналар жылайды. Түгел орысша қойып тастасақ, қазақтарға бізге зиян тиіп жатыр. Мен негізі қарсы емеспін, қазақша и ағылшынша болса. Жігіттер бұл жаңағы нені құрту ғой. Орыс тілін азайтудың несі шығар. Дұрыс негізі. Балалар ағылшынша білгенде дұрыс. Білемін, ана жанып тұратын зат па? Я меня направили, я сейчас просто не занят. После обеда, после часа выйду. Давай. Бәке, мынаны енді жаңағы анау сіз анкетаны жібердіңіз ғой, мен кеше сабаққа қатыса алмадым, жаңағы өзім физикаға жібердім ғой. Енді сол жаңағы анкетаның бәрін толтырып, бүгін ертең жібере берсек бола ма? Болады. Сол ертерек жібере бересіңіздер деп мен сіздерден сұрап отырмын. Өйткені соңғы күнге созсақ, бірдеңе болып қалуы мүмкін. Бітті менде? Ау? Менде сабағымыз бітті ме? Менде сабақ басталады. Қазір енді бір соңғы 5 минутта сұрақ жауап болып отыр да бізде. Сұрақтарыңыз болса, қойып алыңыздар. Негізі сұрақ болып жатса, жаңағы сіздің личкаға жазған сол дұрыс па деймін. Енді бұл жерде мында жаңағы ағылшын тілі десе, ағылшын тілі дұрыс қой. Өйткені деген балалар деген оқу керек қой. Ол жаңағы сен мына мектепте әрең бітіріп келді, ананы әрең бітіріп келді деген әңгімені қою керек, ағылшын болса ағылшын оқу керек қой. Иә, ол енді мен екі қолымды көтеремін, өйткені мен кеше Москвада да жұмыс істеген адаммын. Негізі қазақ тілін мен мысалы өзіміз байқап отырсыз, бір орысша қосып отырған жоқпын. Қазақша сөйлеу керек, болмаса ағылшынша сөйлеу керек деген соған келіп отырмын. Сіздікі дұрыс. Иә, өзі 6 тапсырма, мысалы 6 тапсырманың 2-і ағылшынша енгізіліп жатыр міндетті түрде. Көреміз енді. Сол үшін енді балаларды тоже психологиялық тұрғыда дайындап келсеңіздер
ағылшыншаны көрсең қорықпа, жасап үйрен деген сияқты заттаршы. Иә. Мына менде де мына жерде бала отыр, студент отыр, мен енді айып етпесем шықсам бола ма? Болады аха. Қалған әріптестер сұрақтарыңыз бар ма? Осы 18 адам болып суретке түстік. Қалған енді Бәке, қатыспаған. Аха. кешіріңіз, сонда мынау біздің алдымызда болып жатқан ертең Астанада болатын жарысымызда, конкурста ағылшынша екі тапсырма ағылшынша келеді деп тұрсыздар ма? Иә. Барлық компетенция бойынша ма или? Жоқ, негізі талап бәріне бірдей. Ағылшынша 1, 2, 3 тапсырма жасаңдар, қалдырыңдар деді. Главный эксперт. Нұрбол аға, сіз шыға берсеңіз болады. Негізі сұрақтарыңыз Все, жоқ болса, болды. иә. Рұқсат Просто берсеңіз қазір мен болады. жауап беріп отырып қалуым мүмкін да. Несінен құтылып орыстардың тілі арқылы дұрыс түсініп отырмын, бірақ оған біз дайындалған жоқпыз ғой. Ағылшынша ол балдар ағылшынша ешқандай. Ол жоқ, сіз өз главный экспертіңізден сұрап алыңыз. Мен просто қазір мына жақта дезинформация кетіп қалып, сіздер мен главный эксперттен сұрап алыңыз. Қанша тапсырма болады, қанша модуль, қанша модульдің берді, тапсырманың бәрі берілген бір ай бұрын. барлығы орысша ма? Бәрі орысша, оның қазақшасын сұрап аламадық. Бірақ мақұл, қоя берші, орысша түсінеміз ғой, түсіндіреміз. Бірақ енді ағылшынша дегенге таң қалып отырмын да, қазір екі тапсырма ағылшынша Сұраңыздар. болады. Негізі талап WorldSkills'тың бастықтары бар ғой, солар барлық бір тапсырмадан ағылшынша енгізіңдер деді. Өйткені балаларды ағылшыншаға уже үйрету керекпіз деп жатыр. Дұрыс қой, ол енді ертең бірінші орын алып жатса, бас жүлде алып жатса, Дұрыс жаңағы айтасыз. Европаға, Америкаға жарысқа барып қалуы мүмкін деген сөз ғой, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Соны сұрап алыңыз главный эксперттен, аға. Мен қазір мына жақта өтірік айтпай қояйын. Болды, бәке, Аха, болды. сіздер тоже әрқайсыларыңыз кім әлі білмейді, бұл сұрақ әлі кімге қызықты. Главный эксперттен тапсырма ағылшынша бола ма, болмай ма? Алдын ала біліп алыңыздар, чтобы сіздер аяқ асты болып қалмайтындай ана жақташы. Жақсы әріптестер, бір сағаттай сабағымыз өтті, тапсырмаларыңыз жібердім. Сұрақтарыңыз болса, бағана айтқандай жекеме шықсаңыздар болады. Жауап беріп, аудиомен жауап беріп, түсіндіріп айтып кетемін. Ертең бізде критерий оценивания жасаймыз. Бағалау критерийін. Бағалау критерийін сіздер өздеріңіздің тауып дайындап қойсаңыздар болады, болмаса новыйдан жасаймыз. Жақсы, рахмет. Жақсы әріптестер. Жақсы, Иә, рахмет. видео сабақты жібереміз сіздерге міндетті түрде. Көп уақыттарыңызды алмаймыз, осылай күніне 1 сағаттың ішінде өткенімізше өтеміз. Жақсы, сау болыңыздар. ертең де 12-де ғой осылай, иә? Ертең 12-де, иә. Критерий оценивания жасаймыз осылай. Жақсы. Жақсы.